Егер сізді жалған айыптаса, не істеу керек? Түсінікті болу үшін тәжірибеден келтірейін. Тараз қаласында Асқар деп атайық, өзінің әмеден келген мұра бойынша айтарлықтай мүлікті алды. Алайда оның жақын туыстары мұрадан алған ақша мен мүліктен қызғанып, оны жалған айыптап, құжаттарды жасанды жасап, оны алаяқ ретінде таныпты деген айыппен әрекет етті. Жасанды құжаттарға негізделе отырып, құқық қорғау органдары алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғады. Азаматқа мұра мүлікті жеке мүддесі үшін иеленген деп айып қойылды. Өз құқықтарын қорғау үшін ол мұраға қатысты барлық заңды құжаттарды жинауға және олардың заңдылығын растайтын тәуелсіз сараптама алуға мәжбүр болды. Сот процесінде оның адвокаттары құжаттардың заңнама талаптарына толық сай жасалғанын дәлелдеді. Ал айыптаулар жалған мәліметтерге негізделгенін көрсетті. Сол азаматты ақтады. Дегенмен бұл іс сот шығындары мен жоғалған уақытқа байланысты оған моральдық және қаржылық зиян келтірді. Бұл жағдай отбасы ішінде де алдау әрекеттерінің орын алуы мүмкін екенін көрсетеді. Мұрагерді алаңдату үшін туыстары құжаттарды жасанды жасап, мүлікті өздеріне тартып алғысы келуі мүмкін. Сондықтан мұраға қатысты барлық заңды құжаттарын мұқият сақтау, күмән туындаған жағдайда дереу тәуелсіз сараптама алуға және құқықтарыңызды қорғауға көмектесетін білікті адвокатты тез арада жалдауға, сондай-ақ құжаттарды жасанды жасаудың әрекеттерді байқалса, құқық қорғау органдарына жүгінуге мән беру қажет.